Опа, сәлем достар, сіздермен бірге менің каналым ойшыл. Жалпы біз бүгін неге кітап оқу керектігі туралы талқылайтын боламыз. Неге кітап оқу керек? Бұл сұрақ сізді көптен бері мазалауы мүмкін. Кітап сізге қазіргі мынау заманауи технологиялар заманында қызықсыз және де мәнсіз болып көрінгенімен өте көп пайдасы бар. Бүгінгі видеоның ақырына дейін біз сол пайдасын жіктеп қалай ол пайданы өзімізге, өмірімізге қалай қосу керектігі туралы әңгіме айтатын боламыз. Жалпы мен өзім осы уақытқа дейін көптеген кітаптарды оқыдым. Сондықтан өз тәжірибеммен де бөлісем. Кітапты қалай оқу керек, қалай дұрыс оқу керек. Ең маңыздысы осы. Ендеше сөздің басын осы кітапты неге сіздерге мәнсіз болып, оны оқу неге қиын екендігі туралы айтудан бастасақ. Жалпы адам миындағы нейрондар осы кітап оқыған сайын жаңарып процеске түседі. Ал қазіргі мынау 21 ғасырдағы көптеген TikTok, Instagram сияқты желілерде қысқа видеолар тамашалағаннан біздің мына ми ойлаудан қалып жаңа мүмкіндіктерін іске қоса алмай қалады. Тіпті кейбір нейрондар соның әсерінен өлуі мүмкін. Және бұл бізге өте көп мөлшерде дофамин бергендіктен біздің істеген дүниеміздің барлығы бізге бақыт әкелмейді. Себебі бізге ол нәрсе қарапайым болып көрінеді. Ал сіз қашан әлеуметтік желіден бас тартасыз, сол уақыттан бастап барлығы өзгереді деген ойдамын. Бірақ бүгінгі әңгіме кітап туралы. Жалпы Қазақстан кітап оқитын елдердің арасында 100-ке де енбейді деп айтсақ болады. Себебі, оның бірден бір себебі, қазіргі таңда ешкім бұлай кітап оқымайды, мойындау керек. Бірақ кітап оқу қазіргі осы әлеуметтік желі заманында жаңа қарқынды алып жатқанын білеміз. Блогерлер пайда болды, осыны насихаттайтын. Соның бірі ретінде айтарым, кітап міндетті түрде оқу керек. Ол сіздің анализ жасау қабілетіңізді, сөз саптауыңызды, және де міндетті түрде сөз қорыңызды толықтырып, ойыңызды ұшқыр, айқын жеткізуіңізге көмектеседі. Бұдан кейін сіз бұрынғыдай көпшіліктің арасында қысылып, ойыңызды шығара алмағандай болмайсыз. Және әр эссе, тағы сол сияқты керекті дүниелер жазған кезде сіз өзгелерге қарағанда оқ бойы озық тұрасыз. Бірақ бізге бұл өмірде қаншалықты керек болады? Біріншіден, сіз кітап оқу арқылы өзіңізге керек мәліметті анық ала аласыз. Интернеттен де табуға болады, бірақ ол жерде олардың басты мақсаты бір пайданы өзіне алу. Олар бекерден бекер блог түсіріп жатқан жоқ. Сондықтан олар ол жерде өзінің жарнамасын қосады, және де толығырақ ол нәрсеге ешқашан үңілмейді. Әрине енді көпке топырақ шашпаймын, бірақ көбісі жалпы 70-80% сондай. Ал кітапта бұл кез келген сіз алғыңыз келген ақпарат анық жіктелген тұрда белгілі бір ғалымдардың, ой жүйегінен өткізген психологтардың, сол саланы зерттеген тәжірибелі мамандардың жиналған ойларынан тұратын кітап болады. Осы заманға дейін адамзаттың осы күнге жетуінің ең маңызды бір өнер табысы, бір бөлігі осы кітап. Біз өлгенде бізбен бірге ойымызды өреді. Ал адам мәңгілік жасау үшін, біздің ойымыз мәңгілік ары қарай ұрпаққа жалғасу үшін біз осы кітапты жазу өнерін ойлап таптық. Жазу өнері 5000 жыл бұрын, тіпті адам дұрыс ойлай алмай тұрып та пайда болған. Сонда ойлап көріңізші, кітап бізге қандай пайда алып келеді? Сіз өзіңізге керек белгілі бір саланы осы кітап арқылы зерттей аласыз. Мәселен, сіз кітап арқылы бір тіл үйренгіңіз келеді. Ол нәрсені басқа нәрселерден үйренгенге қарағанда жинақтаулы кітаптан сіз өзіңізге көп нюанстарды, кеңестерді аласыз. Бірақ әрине кітаптың әрбір бетін парақтап, жалпы сөзбе-сөз оқудың қажеті жоқ. Өйткені біздің көзіміз соншалықты мықты қасиетке ие, біз бір көргеннен ол нәрсені ойымызда жіктеп оқи аламыз. Мынандай зерттеу бар. Егер сіз білетін бір сөздің
бастапқы әрпі мен соңғы әрпі ғана болатын болса, соның өзі сіздің сол сөзді түсінуіңізге жеткілікті. Қалған әріптердің орны ауысады. Мына төбедегі сияқты. Жалпы осындай тәжірибенің арқасында біз мидың қандай жетістікке осы көз арқылы жететінін білеміз. Яғни біз бір бетке қарап, бірден барлығын оқып түсіне алатындай жағдайға жете аламыз. Әрине, тез оқудың маңыздылығы, сіз тез оқығандықтан миыңыз зерікпейді, және де сол кезде ғана кітап сізге ләззат алып келеді. Біз егер де оны ұйықтар алдын оқитын болсақ, онда миымыз бұл нәрсені дұрыс түсінбей қалады. Бізге қызықсыз дүние біздің тек ұйқымыз келеді. Сондықтан сіздің ұйқыңыз келуі мүмкін. Не болмаса, біз кітап оқығанда көп сөздер түсінбеуіңіз мүмкін. Әрине бұндай басында болады, бірақ жаймен оған да үйренісіп кетесіз. Ең бастысы, кітап оқуды әдетке айналдыру керек. Күнделікті 10 бет, не болмаса 1 бет оқысаңыз да жеткілікті. Ең бастысы күнделікті, үзбей, тұрақты түрде. Жалпы осы кітап оқуды әдетке айналдыруды ары қарай кейінгі видеоларда жалғастырамыз. Қалай айналдыру керек және қалай бұл нәрсені тұрақты етуге болады. Тағы бір айта кететін жайт, кітап оқу сіздің ой жүйеңізді дамытуда өте үлкен рөл атқарады. Жалпы көптеген бай адамдар өздерінің әдеттеріне міндетті түрде әдеби кітапты оқуды қосады екен. Себебі әдеби кітапты оқу арқылы біз ойлау көкжиегімізді арттырамыз. Сол болған оқиғаны елестетеміз. Сол жерде болған оқиғаларды көз алдымызға келтіре отырып, соның арасына енеміз. Және сол ситуациялар егер біздің өмірімізде кездесетін болса, біз ол ситуациядан қалай өту керек екенін білеміз. Себебі бізде тәжірибе бар. Жалпы каналымды көргендеріңізге рахмет. Сау сәлеметті болыңыздар. Лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз.